Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да мен, Астана қаласы, кішкентай тауық шаруашылығы. Бізде бүгін ақпанның 27-сі, балапандарға 5-ші күн. Далада ауа райы кішкене жылыды, -5, түнде -15-10 солай болып жатыр. Алдындағы қарағанда кішкене жылыды ауа райы. Бізде балапандардың жағдайы кішкене өз-өздеріне келді, үйреністі. Ал біздің мамамыз бірінші жыл күрік болған тауық қой, балапан 2 жылдық тауық өзі. Бірақ бірінші рет күрік болып тұр. Бірақ балапандарға жақсы қарап жатыр. Тфай. Ешқандай шықу немесе бір қарамай қою деген жоқ. Бәрін үйретіп, бәрін как положено жасап жатыр. Балапандар кішкене ширады алдындағы қарағанда. Жем суын беріп жатырмыз. Күнде қайнаған су. Ешқандай витамин берген жоқпын. Творог бердім. Жұмыртқаның өзін қайнатып беріп жатырмын, асып. Балапандар бәрі жақсы жағдай, бірақ бір балапанның ғана көзі что-то іріңдеп жатыр қайта-қайта. Оған дәрілер тамызып жатырмын. Алдында тетрациклиновый мазь деген болған, сондай жаққам, ол әсер етпеді. Сосын осындай детский глазной капля бар екен, левомицетин деген. Осын тамыздым, қазір кішкене нормально болған сияқты. Көреміз, бірақ іріңдеп кетіп жатыр әлі, бірақ тамақ жеп, су ішіп жатыр. Тамақ сау болса, Құдай қаласа жазылып кететін шығар. Балапандар, тауықнасынан шыққан балапандар негізі шустрый болады ғой, пысық болады, чем инкубаторға қарағанда. Соған тағы да көзім жетіп отыр. Мұнда алдында астына подстилка төсеп жүрген, ол керек емес екен. Бәрібір оны жинап тастайды. Жемді қазады ғой, тауық деген аяғымен түртіп бір жерге жинап тастағасын. Алып тастадым оны бәрі. Ал қазір чисто фанера. Жалпы осы арасында тары беріп жатырмын, жүгерінің майдасын беріп жатырмын, ұндалған. Творог, жұмыртқа асып беріп жатырмын. И қайнаған су. Осылай бүлдіріп тастап жатыр. Күніне 3-4 рет ауыстырамын суды. Бірақ бәрі бұлғап тастайды, ішіне тышып тастайды даже балапандар аяғымен. Жалпы жағдай осындай. Енді ана балапанның көзі маған уайым болып тұр кішкене. Білетін дәрілеріңіз болса, немесе емдейтін жолдары болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Бөлісіп. Мен пока сол левомицетин деген дәріні тазалап көзіне құйып жатырмын пока. Бірақ кішкене өзгеріс бар, бірақ қатты емес, көреміз. И бүгін менде алдында пробный жұмыртқа салғам инкубаторға. Балапандар шыға бастады. Шыға бастағанда уже шығып, тесіп шықты. Бүгін 20-ші күн, негізі ертең еді число. Ашу керек, бірақ ертерек шықты, білмеймін, көреміз. Кейінде видео салатын болам ол жайлы. А пока біздің балапандар осындай. Онда күнде тазалап салып жатырмын негізі. Бірақ по-любому осылай шашып тастайды екен. Онда как щетка и
шпатель бәрін қойып қойған тазалап алуға. И градусын қойып қойған мұнда. Бірақ құлап тастай береді, ішінде где-то бір 20 градустай жылы мына нені. Жалпы осындай бізде. Сіздермен болған Астана қаласы кішкентай мини тауық шаруашылығы. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Амандықта жолыққанша.